Шыбын жәндіктердің бірі, бүкіл әлем бойынша ең көп таралған. Бірақ бұл адамдар мен жануарларды мазаламайды дегенді білдірмейді. Үйде болсын, жұмыста болсын, олар ешқашан құпталмайды. Әсіресе олардың қатысуы кірге байланысты және оларға шығаратын дыбыс әдетте өте қарқынды болғандықтан. Біз олардан тезірек құтылу үшін сіз білмейтін қорғаныс түрлерін ойлап таптық. Шыбындар үй шаруашылығының нақты проблемасына айналуы мүмкін. Олар ұшады, тамаққа қонады, табандарына кірді, соның ішінде нәжісті тасып, ілінетін жерге қояды. Ауруды жұқтырады және егер сіз оларды жақсылап қарамасаңыз, зиянкестерге айналады. Осы шыбынды өлтіруге біздің шариғатымыз рұқсат береді ме? Сол туралы кішігірім айтып берейін. Шыбын шіркей түрлі микробтарды таратушы. Сондықтан да адам денсаулығына тигізер қауіптің алдын алу мақсатында оларды өлтіруге рұқсат етіледі. Хадисші Абу Дәуд және Имам Бухариден келтірілген бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: кімде кімнің сусынына шыбын түсіп кететін болса, онда оны батырып, кейін алып тастасын. Шындығында оның бір қанатында кесел, екінші қанатында оның емі бар делінген. Ғаунул Мабуд атты еңбекте аталмыш хадиске түсініктеме беру барысында бұл хадис шыбындардан келетін залалдың алдын алу мақсатында оларды өлтіруге болатындығына ашық дәлел дегенді айтып өтеді. Демек, үйдегі шыбын-шіркейлерді өлтіруге шариғат рұқсат береді. Оған жоғарыдағы хадис дәлел. Одан бөлек себептен себепсіз құмырсқаның илеуін бұзып, құмырсқаны немесе араны өлтіруге Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам тыйым салған. Сахаба Абдулла ибн Аббастың айтуы бойынша, ол 4 жәндікті өлтіруден тыйған. Олар құмырсқа, ара, көкек, тағанақ екен. Десе де құмырсқа мен ара адамдарға жайсыздық туғызып, олардың келтірілген қолайсыздығын тек өлтіру арқылы ғана жоюға болатын болса, онда оларды өлтіруге рұқсат. Мәселен, ара үйдің кіре берісіне ұя салып тастап, адамдардың үйге кіруін шығуын қиындатып кетсе, яки үйдің іші құмырсқаға толып кетсе, тағы да осындай мәселелер туындаған жағдайда ғана араларды немесе құмырсқаларды өлтіруге болады делінген. Видео ұнаса, қазақша контентті қолдап, подписаться және комментарий батырмасын басып пікір білдіріңіздер.